Ауылдың аты Қожакент қазір. Қожалардың кенті деп. Біз енді Саққожа, Баққожа дегенге жатпаймыз. Біздің енді әкеміздің айтқаны жалаң аяқ қожа біздің балаларымыз. Жалаң аяқ қожа деген кісі болған. Оны естуіңіз бар ма? Естуім бар, қарды кешіп жүреді екен. Аяғым кәдімгідей буланып. Иә, естігем ол бабаларымыз. Сол біздің бабамыз екен. Дуана қожаларға келеді ғой. Қандай? Дуана деген қожалар бар. Солардың ұрпағы ғой. Сосын екінші мәселе, бұлардың бізде қожалардың 70% Әли радиаллаху анхудан тарайсыздар. Әлидің екі ұлы болғанда ұрпағы 10 ғасырда келген Абджалил баб Қорасанада, екінші Ысқақ баб деген кісіден тарайды ғой основном. Ысқақ баб бұл сейіт қожалар, солар тарайды жаңағы пайғамбарымыздың ұрпағы деп келеді оларды. Ол кісілер, олар Хусейннің ұрпағы. Хасан Хусейн деген екі баласы болды Әлидің. Ол пайғамбарымыздың қызы Фатима анамыздан тарайтындар. Әли өзі, Әли радиаллаху анху пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға немере ғой екеуі. Екі ағайынның балдары ғой. Абдулла мен Абу Талиб. Сосын Абу Бакырден тарайтындар, мен Абу Бакырден тараймын, шешем Әлиден тарайды. Абу Бакырден тарайтындар Құлауыз қожалар және Шәмші қожалар. Сосын Қырсадақ қожалар, олар Омар радиаллаху анхудан тарайды. Негізі осы үш халифтің ұрпақтары қожалар. Соңғы Фатима Сіздер енді дуана қожаларды мен точно айта алмаймын, бірақ олар Қорасан Абджалил бабпен ағайынды болуы мүмкін. Жаңа дуана қожалар. Сол жақтан келеді, Әлиден. Сейіт, Сабылт, Қылышты қожалар ма, білмеймін, олар жаңағы неден келетіндер, Хусейннен тарайтындар болу керек. Ал одан кейін Әли екінші рет үйленген ғой. Фатима анамыз 25 жасында қайтыс болып кеткенде. Содан екі қыз бір ұл болған, Мұхаммед Ханафия деген ұлы болған. Пайғамбарымыздың көз түсінде Әли радиаллаху анху, егер тағы ұлым болса сіздің атыңызды қоюға бола ма деген кезде болады деген ғой. Содан Мұхаммед әйелі Ханифа ма, Ханафия ма сөйтіп береді, сол екеуін қосып қойған ғой, Мұхаммед Ханафия. Содан тарайтындар бар. Дуана қожалар болсаңыздар, егер жалаң аяқ қожа соған кіретін болса, онда сол кісіден тарауы мүмкін. Мұхаммед Ханафиядан. Әлидің екінші әйелінің тағы ұрпағы бар. Өте білімді, керемет кісі болған Мұхаммед Ханафия деген. Оның историясы өте керемет. Содан Қорасанда Абджалил баб тарайды. Баб деген сөздің өзі есік деп аударылады арабшадан. Себебі бізге исламмен есік ашып келгендер олар. Баб, Абджалил баб, Ысқақ баб. Олар Иран жақтан бастап, Түркімен, бірінші өзбектерді тағылды, дінге кірді. Одан кейін бар болсын қазақтан, Орта Азияны кіргізгендер ғой дінге. 10 ғасырда Түркістанда исламның туын тіккендер. Әли радиаллаху анхудың ұрпақтары. Әли радиаллаху анху өте керемет кісі болған ғой. Олардың әрқайсысы керемет ғой, керемет жүктер. Менің енді естуім, білетінім осы енді. Қателесіп кеткен жерлерім болса, Алла өзі кешірсін. Жалпы естуім, оқығаным, қарағаным солар осындай болып тұрған. Жақсы білетін қожекендер бар ғой, дінде жүргендер бар. Мынау кімдер сейіт қожалар жаңағы. Абдусаттар, Абдуғаппар, Сымановтар осылар сейіт қожалар. Әбіләзов тоже сейіт қожа. Мұхтар Әуезов ол жаңағы Бақсайыз қожа. Қожа ғой, Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезовтың әкесі Омарханды Құнанбай Түркістаннан алып кеткен ғой кезінде, балдарын оқыту үшін. Медресе аштырған ғой сол жақтан. Алынып отырып алып кеткен. Содан Абай, шәкәрімдердің бәрі сол Омарханның шәкірттері білім алған. Көбін білмейміз ғой. Қатты қудаланған кісі сол Мұхтар Әуезов кезінде. Алашордада болған бұл кісілер. Екі жігіт, жап-жас екі жігіт болған екен. Біреуінің фамилиясын ұмытып қалдым, біреуі Мұхтар Әуезов. Сол кезде мына Әлихан Бөкейхандар, жаңағы Ахмет Байтұрсыновтар айтқан ғой.
сендерді біз қаралап шығарамыз, өйткені келесі ұрпаққа сендер біздің осы тарихымызды жеткізесіңдер деп кеткен екен аманат. Сөйтіп өздері қаралаған оларды, что совет үкіметі тиіспес үшін. Мұхтар Әуезовтің өзі Абай жолы романын бірінші Құнанбайды мақтап жазған, ол басылмаған. Өйткені ол енді бай ғой, қанша деген совет үкіметіне ондай адамдар оламайды. Содан кейін барып оны Абайға қарсы, жаңағы Абайды шығару керек болғаннан кейін Абайды мақтап, Құнанбайды жаңағы даттап, сөйтіп барып жазып қайтадан екінші басылып шығарған. Немесе Құнанбайдың өзі керемет кісі болған, сондай халық. Жетімін жылатпаған, жесірін бермеген ешкімге сондай кісі болған. Қазақстандағы үлкен 4 капиталистің біреуі ол Құнанбай. Адамдарда до того сол кезде мынандай меншікке былайша қараған екен да, мен оқыған. Абайдың өзі енді қонағы көп болған ғой, былай өткен адамдарда Абайды көректеп келдік деп еншісін алып шыққаннан кейін келе берген. Құнанбай малын бөліп берген ғой. Сөйтсе жаңағы малшысы айтады екен ғой, күнде бір мал сояды ғой, енді қонақ келгесін. Зато өз малындай санаған да сонда, жаңағы малшылардың өзі. Бүйтіп айтқан екен ғой, мына қазанбас малдың бәрін құртып бітетін болды ғой деп. Сонда өзінің малындай қылып санайды екен да, бағып жүрген малын. Еңбегі бар ғой. Сонда адамдардың бәрінде ондай әл-ауқаты сол кісілердің арқасында жақсы болғанда, оларға ақысын беріп отырған, алдына малын салып отырған. Сонда айтқан ғой, мынау қазанбас малдың бәрін жеп бітіретін болды ғой деп. Жаны ашиды да өзінің малындай көретін болған адамда. Ана нетпей тұр ғой. Керемет қой қазақтың историясы, болып қарасаңыз. Менің малым деп жаңағы бөлмей тұр ғой. Өзінің малындай санаған. Мысалға ондай басқа жерлерде, басқа елдерде ондай болмаған, қарап отырсаң. Қазақта емені жаңағы біреудің малын бағып жүрсе, өзінің малын бағып жүргендей қараған, әл-ауқаты содан жақсы болған да. Олар да жаңағы жалдаған адамдарына өте қатты қарасқан да. Қандай, не ана подход бай. Сондай керемет болған қазақ халқының. Біздің бабаларымыздың елді қиындықты көрді. Олар жер үшін емес, немесе бір байлық үшін емес, келген миссиясы дін ғой. Дін жолында бір. Ол өше салып баспай ақ қойды.